Сәлем достар, бүгін сіздермен мәшһүрда деген тамақ дайындаймыз. Оған керекті заттар: 1 килограмм мәш, 3-4 сәбіз, 2 пияз, азырақ ет, паприка, тұз, чеснок, қара бұрыш, томат керек. Пиязымызды осылайынша ашып, турап алдық. Сәбізімізді де осылайынша турап аламыз. Оны да азырақ чесногымызды, оны да ұсақтап турап аламыз. Тамақтың дәмді болсын деп. Артынан етімізді де тез пісу үшін ұсақтап турап алсақ та болады, әлде ірі күйінде салсақ та болады. Тез пісу үшін мен ұсақтап турап алдым. Енді қызып тұрған майымызға пиязды жақсылап қуырып аламыз. Пиязымызды қуырып болған соң үстіне чеснокты салып қуырамыз. Үстіне тұз салдық. Етімізді салып қуырамыз. Қызартып, әдемі етіп қуырып аламыз онда. Оның үстіне сәбізімізді салып, оны да қуырып, майға. Оның үстіне паприка, қара бұрыш азырақ салып, бірге қуырамыз. Бәрін жақсылап қуырып алған соң, үстіне томат салып қуырамыз. Артынан қуырып болған соң, үстіне су құямыз. Енді қазанымыз қайнап жатыр. 1 сағат қайнатып қоямыз ет пісу үшін. Оған дейін мәшті шаңынан кетіріп, жақсылап 2 рет жуып аламыз. Міне қазанымыз қайнап жатыр. Енді оның үстіне жуылған мәшті саламыз. Тұзын көріп, міне тамағымыз дайын болды. Міне енді ерекше тамағымыз дайын болды. Егер де сіздерге ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Видеомыз сіздерге ұнаса, онда подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.